Машалла, туғандар, мына тайды көріңіздер. Тайдың мықтысы бұйырса Бишкектен Соқұлық жылқы базарға келіп қалды. Азыр елдің бары орып, азыр мына жаққа отдельно алып шығып тартып қалды отабыз. Азыр ичкеріде сода қылып тұрады. Мына көріңіздер. Жашы қаншале мұнаның? Қалдарашкада ем. 1,5 жаштағы тая. Тайдың күштісі екен, базардың алдың қытай екен. Парадасы қандай бұның? Канзот. Канзоттық, қа? Өте мықты екен. Бойы че? Бой 1.60 шығады. 1.60, ал жақта сода олып алып тұрем. Азыр пока номеріңізді айтып көрің, қызыққандар чала берсін. Айтыңыз. 704 0704 21 31 81. Мына көріңіздер. Канзоты. Азыр но базардың içinde бұл бірінші хозяин менен сода қылдады. Азыр мына жерде номерін айтырып қойдық. Чала бересіздер. Базарда азыр ең қымбатқа сода болған. Соқұлықтағы мына ушу жылқы 700 000 сомға берілбейді. Польша екен, Европа. Документі жоқ бірақ. Жашы 4 жаштағы жылқы екен мына. 700 000-ге пока сода қылышып. 700-ге бербедім дедіңіз, а? Қаншаға берем дедіңіз? 3-ө сода қылып тұрады. Өзі қаншаға берем дедіңіз? Бере тұрған бағаңыз? 800, а? Бұл тазале Польшада, документі жоқ бұл. Бірақ 700 000-ге Польша болса бірақ арзан. Польша ташығандар білетті, тайлар өзі $8,000, $9,000 сатылдады азырча. 700 000-ге сода алып пока сатылбай тұрған кескен. Номеріңіз бар ба? Айтып қойыңызшы. Сатылбай қалса. 0700 0012 0700 0012 02, а? Жаңасы дедіңіз, 4 жаша. Бойы қанша барып қалды? Бойы 70-ке чейін, а? 70-ке чейін кен да, 170-ке чейін. Базардағы ең жаңағыдай сода болған қымбатшылық болып тұрды азыр. Соқұлық мал базарда негізі туғандар рекорд қойып қойып жатады. Көптеген интернетте сатылып болған тайлар мына базардың өзінен сатылып қалды да кейде. Бірақ постоянно емес. Алдымыздағы жылқыдан баштайбыз. 12 октябрь болып қалды. Кеше суббота болған. Бүгін воскресенье 12 октябрь болып тұрды. Шеп, жашы қанша бұның? 2 жаш құнан, а? Көкірек төштері, мына бұ тоғылдары. Бойы қанша бұның? 1.60 үсті. Басы че? Балар 300 000, а? Мойны өте ұзын екен, а, бұраға жануарында. Парода қайшы шақтықы? Парода. Польшаның қаны бар деген. Польшаның қаны бар, а? 300 деді басы. Номеріңіз айтып қойыңыз. 0501 96 06 66. Жетілеп қойсаңыз бір. Базардағы алдыңғы нәрселермен базар. Бер, қайтар өрзі. Олар 300 000 кен. Бүгін негізі базар күшті жылқылар көп. Жақшы жылқы алам десеңіздер, бізден Соқұлықтағы жылқы базарымызға келе берсеңіздер, бұл жерден табасыздар. Мына жануар. 300 000 сом. Бели, алды, мына ұзындықтары өзіңіздер көріп тұрасыздар. Жануар. Андан кейін екінші күшті жылқы мына. Анас. Айдеріз. Мәсі жақсы бе? Жақсы, тартып қойын деп. Базардың күшті тайының бірі. Башын көріңіздер. Құлақ, мойын, бүт келген жылқы. Басын қанша дедіңіз ле? 380 000 сом. Сізде номер болбайды та постоянно, а? Анчамчыда қармақ отасыз номер. 226 менен айтып беріңіз. 055 868. Мына жануар. Полторашка деп отқанса? Тай еле мына туғандар. Келе бересіздер. Түрі бар екен мына. Бұл тұр бұны. Азырле сатып алған ғой дейм. Бұл азырле. Байке, қанша олды басы? Жоқ, қанша қалдыңыз? Тұян қырттан алқыңыз ба? Сатылбайды кен. Жанағы 300 000 болар деген мына содасы қызып тұрады. Чала өресіздер жанағы номергеч. Жанар. Мына дағы элитасы туғандар, мына элитный жылқы жанағы азыр уже киргизип кетті. Машалла. Элитаға спрос өткен көзар өте күшті болған.
Bunday жылқы негизи анча-мынча гана келет. Номерин айтып койгон байкебиз. Азыр мына базарга алып кирдик, калганын чала бересиздер. Базардын эң күчтүү элитасы бул. Элита бул жаныбарына. Номери бар, чалыңыздар. Ушул жылкыга жетишиңиздер. Кечегинде телефон кызып кеткиче чалган, бирок номери табылган эмеспиз. Эми номерин алып койдук. Четилеп коюңуз. Мына жаныбар элита. Biraz kaç turunuz? Buna elitalı. Kança dedin? Elita? Elitanın bahası 500'ün tekeri okşaydı. Çoğun atlardan daha tartıp görseniz, buyursa mına kara kaşka varken basқанда biraz негизи көчүк чагы белли көчүк чагы бир башкачараак басып атат да ушул атчы. Бас 300 дедиңиз беле аксакал? 300 деп аттыңыз беле же 350? 250. Өткөн базар 300 дегенсе, бир басып койсоңуз бир. Мына ушул ат негизи мына бир баскан бир байкап көрүңүзөрчү мына. Белли бир башкачарактар болуп кетабы, мына тап кой. Не болуп кеткенсиң? Блогер болуп кеттиң. Ооба да кандайсыз, жакшысызбы? Только ишти кылабыз да. Мына баас азыр 250 болуп калды. Өткөн базар 350 деп аттым мына. Номериңиз барбы? Айтыңыз. 0501 менен 07 08 72. Ден соолугу жакшы элеби, тазабы? Мына. Гарант. Боючу? 63, бирок чыгып калат мына. Мына чоң ат бар экен, базардагы чоң аттардын бири. Бу тоголдордун биринчи көрсөтөбүз. Анан көөнү секретин ачып коюм, бул жактан алып туруп эле, алып туруп мына заборго байлап коет да, анан кийин калганын үйгө апарып сатышат. Мына ушул аттын жашы канча эле балбан? 4 ас, я? Мына ушул балбан жигит өзү минип турат. Бу тоголдору таза, көр үйүрдө жүргөн, мына көрүнүшү чоң экен. Бою канча барып калат? 1.68-69. Көзү башы таза, мына. Бу тоголдорун жакындан көрсөтүп коеюн. Мына муундары өзүңүздөр көрүп турасыздар. 1.68, 7 жаш болуп калат экен да, 4 ас, я? Буну үйүрдөн келди ба? Үйүрдөн келиптир. Баасычы? Баасы 300 000 сом түшүп берет экен. Адресиң базардан кайсы жакта болот? Раздольный, да? Эми номериңи айтып коюң, иштеген номериң. 0508 92 43, а? Бул WhatsApp'та барбы? WhatsApp'та бар, мына. Бир-эки чу деп бир бастырып коюң, бир кыймылын көрүп калдым. Үйүрдөн келип тургандар. Өзү жоон экен. Акырын эле бастырып коер, бери акырын эле бастыр бер. Бери элдер өтүп атат, акырын эле бастырсын. Болду, токтоп тур. Мына айлантып көрсөттүм, чоң аттын биринен. Бул жактан ат тарт чыктым. Жанагы ортодо мына элита эле күчтүү болуп атат да. Элдин баары эле оропчу. Бунун хазайын бир туруп арака тартып келет, берака тартып келет. Ушуну хазайын жанынан көрө элекмин жана. Келгенден бери ар жака бир жака тартып жүрөт. Ушул турушта азыр 400 миңби, канча миңге содасы чыгыптыр бирок. Азыр ошентип айтып атышат, бирок мен го хазайын тартайын десем эле ар жака бир жака кетип калат да. Мына өспүрүм тай. Тайлардын болчу жакшыларын көрсөткөнгө аракет кылдым. Мына өспүрүм тай экен. Жашы канча дедиң? 1,5 жаша. Кашка мойну да узун, мына жал куйруктарын эчкимисин кеспептир, мына 1,5 жаш. Бою канча бунун? Бою канча барып калат? 1,50 ашат, мына жака тартып тур. 1,50 ашат. Басычы? Басы 220 миң. Местный эле жылкы да? Атасыдан чак энеси англичан экен да. Номериңи айтып коюн бир. 0556 506 0506 20 20 09 09 07. 07. Азыр мен арчаңдан бир тартып коюн, мына төш мына жаныбар. Мына жаныбар. Жал куйругун кеспеп тургандар. 1,5 жаштагы, баштары сухой экен да мынанычы. Энчи кылам дегендер болсо, мен мисалы көрүп турам.
ден соолугу деле мына жакшы деле көрүп турат. Мына аткан дегендер болсо байкап көрөсүздөр. Мына пулун дебесиздикби? Канча миң сомдон атасыз? 180 миң. Ургачуу кулун же эркекпи? Эркек, а? 180 миң сом болуп атыптыр. Көрүңүздөр. Шеп мынанын жашы бышты деп аттыңыз, а? Бирок формасында сөз жок. Мына ушундай форма көп атта жок да. Болгон эле бою канча барып калат дедиңиз? 1.55 экен, ошо болгон чаканыраак экен. Бул жака бир ачкыракка астырып коюңузгу. 1.55 экен мына. Жашы 3 жаштагы бышты экен. Мына форма негизи күчтүү экен мына. Баасын канча дедиңиз? Баасы 300 миң сом. Номериңизди айтып коюңузгу. 0550 29 09 98. Бутуголдору мына көрүп турасыздар. Мына формасы бирок чынында эле жакшы экен формасычы. Эми бою эле бир аз чакан экен. А так мына көрүп турасыздар. Булардын дагы өздөрүнүн клиенти бар. 300 миң сом сурады. Мына арт жагынан да көрсөтүп коеюн. Мына сорусу бөлүнгөн жайма сорган экен. Мына жакса чала бересиздер. Канча болуп кетти баасы? Чыгын салаңдаткан моюн жетилеп кетти. Жана 140 миңби же 144 миң содолоп аткан көрдүм эле бир өтүп кетип аткан мына ушул айгырдычы. Бою деле ошо 1.50дөн өткөн, ошо ат көрүн байлайбыз жанагындай семиртип соёбуз деп сода кылбачты эле. 144 миң ошондой адашпасам ошонун тегереги сода болуп атканда жана баш жагында келгендерчи. Айгыр алам дегендер болсо келип текшерип көрсөңүз, көрүп алсаңыздар болчу да бул жердечи. Азыр бир аз воскресенье базар күндөрү жылкылар, аттар көп эле келип атат. Улакка чөө турган. Жер улак, казан улак ачабам дегендер болсо, келип көрүп алсаңыздар болчу да. Жылкылар бир аз көбүрөөк келип калыптыр.